Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет вафли дайындайтын боламыз. Күтірлеп, ауызда еритін болып шығады. Ішіне әдемілеп мороженое немесе кез келген начинканы салып жесеңіздер болады. Тек өзін ғана жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Осылай ішкі дүниесі өте керемет дәмді болып шығатын болады. Бұл пайдалы кеңестер каналы қолдап тіркеліп кеткендеріңіз үшін алдын ала рахмет айтамын. Алдымен бізге керекті заттар: бөлме температурасында тұрған сары майымыз, жұмыртқамыз, қантымыз және ұнымыз керек болады. Осы бөлме температурасында тұрған майымыздың үстінен қантымызды салып, майымыз ағарғанша әдемілеп, кішкене қантымыз еруге қажет. Сол массаға айналғанша осылай қозғайтын боламыз. Міндетті түрде сары майымыз кішкене ағарып, қантымыз кішкене еруі қажет. Осылай әдемілеп қозғап болғаннан соң 4 жұмыртқамызды кезекпен алып жарып, бірге араластырып, тағы қозғап аламыз. Осылай қозғаған кезде бір келгі сары түсті әдемі масса болып шығады. Осы массамыздың үстінен ұнымызды салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міндетті түрде ұныңыз електен өткен болуы тиіс. Сонда осындай іртіктер тез жойылып, әдемі болып шығады. Қоюлығы осы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Міндетті түрде жақсылап көріп, осы рецептпен дайындап көріңіздер. Осындай бізде вафельница керек болады. Ол вафельницаға бір қасықтан ғана салып отырып пісіретін боламыз. Бір қасық салған кезде көлемі орташа болып шығады. Қатты үлкен де емес, кішкентай да емес. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Істеп жатсаңыздар, міндетті түрде комментарийға жазып, өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Осылай тез арада шаймен ішетін дәмді вафлилер дайын болады. Соңына дейін көріп, тамашалағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Міндетті түрде комментарийға қолдап, өз ойларыңызды жазып, лайктарыңызды басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл пайдалы кеңестер каналы әрдайым пайдалы кеңестермен, дәмді рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.